Сәлеметсіңдер ме? 2-ші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ағаштың суретін саласың. Ағаш, дерево, суретін саласың, нарисуешь. Ты нарисуешь дерево. Балалар, ең алдымен жаңа сөздерді тыңдап, қайталап, жаттап алайық. Давайте для начала послушаем новые слова и запомним их. Ай, луна, күн, солнце, ағаш, дерево, сурет салу, рисовать. Тағы бір рет қайталайық. Давайте повторим. Ай, күн, ағаш, сурет салу. Жақсы балалар. Балалар, берілген диалогты оқиық. Сәлем, Әлібек. Сәлем, Әнел. Мынау ненің суреті? Бұл айдың суреті. Мынау ненің суреті? Бұл ағаштың суреті. Теперь переведем. Привет, Алибек. Привет, Анель. Что тут нарисовано? Это рисунок Луны. Что тут нарисовано? Это рисунок дерева. Енді балалар, суреттердің орнына қажетті сөзді қойып жазайық. Давайте напишем предложение, вставляя вместо рисунков нужные слова. Первое предложение. Анель. Здесь у нас солнышко нарисовано. Как солнышко на казахском? Правильно. Күн. Значит, Анель күннің суретін салды. Оның суреті жақсы. Келесі. Әлібек. Здесь у нас нарисовано облако. Как облако на казахском? Правильно, бұлт. Прочитаем сначала. Әлібек бұлттың суретін салды. Әлібектің суреті әдемі. И последнее. Мен. Здесь нарисована луна. А как луна на казахском? Правильно. Ай. Мен айдың суретін саламын. Давайте еще один раз прочитаем. Тағы бір оқып шығайық. Әнел күннің суретін салды. Әнел нарисовала солнышко. Оның суреті жақсы. Ее рисунок хороший. Әлібек бұлттың суретін салды. Әлібек нарисовал облако. Әлібектің суреті әдемі. Рисунок Алибека красивый. Мен айдың суретін саламын. Я нарисую луну. Енді балалар, берілген сұрақтарға я, жоқ деген сөздерді қатыстырып жауап берейік. Давайте ответим на вопросы со словами да и нет. Первый вопрос. Бірінші сұрақ. Сен сурет саласың ба? Ребята, мы должны ответить со словом да. А у нас вопрос такой. Ты будешь рисовать? Да, я буду рисовать на казахском. Правильно,
Я, мен сурет саламын. Теперь мы должны ответить нет, я не буду рисовать. На казахском будет правильно. Жоқ, мен сурет салмаймын. Давайте прочитаем сначала первый вопрос и ответы. Сен сурет саласың ба? Я, мен сурет саламын. Жоқ, мен сурет салмаймын. Теперь второй вопрос. Сен ағаштың суретін саласың ба? Будешь ли ты рисовать рисунок дерева? Теперь мы должны ответить со словами «да» и «нет». Первое «да». Я буду рисовать дерево. Как будет на казахском? Правильно. Я, мен ағаштың суретін саламын. Теперь мы должны ответить со словом «нет». То есть «нет, я не буду рисовать». На казахском правильно. Жоқ, мен ағаштың суретін салмаймын. Давайте еще раз прочитаем второй вопрос и ответы на них. Сен ағаштың суретін саласың ба? Иә, мен ағаштың суретін саламын. Жоқ, мен ағаштың суретін салмаймын. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді мына суреттерге қарап, сұрақтарды толықтырып айтайық. Давайте дополним предложение. На первой картинке у нас Алибек. Он рисует солнце. Мы должны ему задать вопрос: Алибек, ты будешь рисовать солнце? На казахском будет Алибек, сен күннің суретін саласың ба? Следующее у нас Анель. Она рисует флаг. А мы должны задать вопрос: Анель, ты будешь рисовать флаг? Это у нас будет на казахском Анель, сен тудың суретін саласың ба? Третье у нас Анна. Она рисует луну. И мы должны задать вопрос: Анна, ты будешь рисовать луну? Этот вопрос на казахском будет Анна, сен айдың суретін саласың ба? И последний у нас Саша. Он рисует облако. Мы должны спросить: Саша, ты будешь рисовать облако? Этот вопрос на казахском будет Саша, сен бұлттың суретін саласың ба? Давайте один раз повторим все вопросы. Әлібек, сен күннің суретін саласың ба? Әнел, сен тудың суретін саласың ба? Анна, сен айдың суретін саласың ба? Саша, сен бұлттың суретін саласың ба? Жарайсыңдар, балалар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет. Спасибо, ребята, за внимание.